сол пайдаланатын құрал ретінде пайдаланамыз соны. Ал енді біз қатты бір айта алмаймын ол нәрсені. Қазіргі замандағы әндер мен классикалық әндерді бір екі жақтан да жақтап ала алмай тұрып, ашылса сол ашылған жағына қарай көргім келіп тұр еді. Бірақ сол әндерді пайдаландыңыз ғой, Былай. Жоқ, айтып тұрмын ғой, мен ол нәрсе пайдаланатын құрал ретінде пайдаланамыз деп жатыр. Іш пысқан кезде деп жатыр. оны бәрібір сіз пайдаланып тұрсыз. Рахмет. Не айтасыз? Сөзіңізге жауап бере алмаймын, рахмет. Жоқ, болмаса немен суретпен көре берейік, мұғалім деген уақыт бар burada. Көре салыңдар. Бізге жіберіңдерші WhatsApp-қа, давай, психология ашып жатыр. Досым, жүресізші. Бастыр несін? Инсайд. WhatsApp. Егер сіз пайдаланбайтын болсаңыз, Енді бұдан былай не болсын, таяқ тиді ұшы. WhatsApp-қа емес, неге алып кету керек, флешка. Кешіңіз болсын. Мен ол нәрсені пайдаланайын деген жоқпын. Құрал ретінде жаңағы пайдаланамын. Есім Мансырова. Мақсат, сізге сұрақ. Жалпы сіз өзіңіз айтып тұрсыз, мен пайдаландым деп. Мен пайдаландым. Мен үй жинаған кезде, басқа бір жұмыс жасаған кезде пайдаландым деп әңгіме айтып тұрсыз. Дұрыс па? Өз аузыңыздан жауап беріңізші, кішігірім. Айтыңызшы сұрағыңызды. енді сізге сұрақ. Жалпы сізге музыка ұнамаса, оны неге пайдаландыңыз? Мен айтып жүрмін ғой. Мен сіздерге айттым. Екі тарапқа да қосылмайын дедім. Ол нәрсе дұрыс қой, иә? Қосылмайын дедім. Бірақ іш пысқан кезде деп жатырмын. Іш пысқан кезде пайдаланатын құрал ретінде пайдаланамыз бұл нәрсені. Мен артық нәрсе айтып жатырмын. Ұнамайды деген нәрсе айтып бұл уақыт өтісу үшін деп айтып жатырмын. Жай ғана құрал деп Тыңдай алсаңыз деген ғой енді. Музыканың бәрі сізге соның көмегі тиіп тұр ғой. Уақыт өткізіп Қалай десем болады? Қатты көмегі тимейді мен үшін айтайын. Өмірімде. Шындап өтпесін еді, иә? Шындап Бекжан, осы бір сурет. көрдіңіздер ма сіздер музыканы пайдаланбай ол жынды болып кетесіздер. Ертелі Құдай